Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізден нағыз мереке. Бүгін мен пицца пісіремін. Бұл жұқа, кішкентай пицца емес, керісінше бәріне жететін үлкен пицца болады. Әрине біз қамырдан бастаймыз. Маған ол жұмсақ әрі әуеде болғаны қатты ұнайды. Мен оны қалыңдау етіп жаямын. Міне осылай созып аламын бірінші. Бізге негізі берік негіз керек. Осылай қалыпқа саламын. Енді соус дайындаймыз. Ол майонез және кетчуптен тұрады. Кетчуптың екі түрлісін мен саламын. Біреуі тәтті, біреуі ащы чилимен. Енді осылай қалыңдау етіп жағып шығамыз. Енді бетіне шұжықтарды осылай турап, кішірек қылып турап дайындаймыз. Барлығын турап болған соң ғана саламыз. Енді бетіне көп шұжық саламыз. Неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы дәмдірек болады. Бізде тестамыз үлкен болғандықтан біз шұжық және де мұнда қызанақты дайындап қойғанмын. Көбірек салсақ дәмді болады. Енді қызанақтарды дөңгелектеп, турап, жұқа қылып турап, бәрін саламыз. Әдемі етіп, бәрін бір қатарға қойып салып шығамыз. Қызанақ пиццаға балғындық пен қышқыл дәм береді. Сол үшін пицца еще қаттырақ дәмді болады. Енді ірімшікті теркадан жақсылап өткізіп, неғұрлым көп болса, сонша ірімшік себеміз. Маған американский кинодағы пиццалар ұнайды, сол себепті маған осылай ішінде начинкасы көбірек болғаны ұнайды. Енді біз пиццаны пешке жібереміз. Қамыры көтеріліп, ірімшігі алтын түске айналғанша күтеміз. Міне біздің пиццамыз дайын. Бізге ас болсын. Сіздерге менің пиццам ұнаса, жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.